Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Блогер Дархан Жолшыбеков пен Дарик Орын 3 қабатты үйден тұратын, ішінде лифтісі бар, құны 800 миллион тұратын зәулім үй алыпты. Ендеше бірге тамашалайық. Мінекей мына үйдің сыртқы көрінісі, терезелері өте үлкен, 3 қабатты үй екен. Мына жерде блогерлер Дархан мен келіншегі Дарик Орын біздің баспанамызға қош келдіңіздер деп сіздерге қазір шағын рум-тур жасамақшымыз деп айтып тұр. Олай болса, бірге осы видеоны тамашалайық. Мінекей мына үйдің сыртқы көрінісі өте керемет. Баршаңызға тілеп жүрген осындай баспаналарыңыз, армандап жүрген баспаналарыңыз, ораза айында тілеген барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Осылайша үйге кіреді екен. Есіктің өзі отпечаткамен ашылады екен, көріп тұрғандарыңыздай. Өте іші кең, жарық, үлкен зәулім үй. Осылай кіреді. Кірген бетте бірінші қабатта үлкен кісі күтетін зал, қонақ бөлмесі, және оның қасында кинотеатр, телевизор көретін, сонымен қоса 2 бөлмеден тұратын ас үй екен. Бір ас үйінде тамақты пісірсе, екінші ас үйінде сол жерде отырып тамақтанады екен. Мінекей мына жерде лестницамен түсіп келе жатыр блогерлер. Және қасында лифтісі де бар. Өте керемет, е? Мынау мен жаңағы айтқан қонақ бөлмесі. Аппақ диванмен, аппақ штормен әдемілеп тұрып әсемделген үй екен. Мынау мінекей телевизор көретін кинотеатры шағын. Одан соң қазір ас бөлмесін көрсетеміз. Мына жер мінекей ас бөлме. Бұл ас бөлмеде тамақтанады екен. Және осының ар жағында тағы да жасырын есікпен тағы бөлме бар. Ол жерде тамақты пісіреді екен. Осы жерде тамақты пісіріп, одан шығып, мына жерде тамақтанады екен. Өте керемет үй. Қандай күшті. Барлықтарыңызға жұғысты болсын. Одан соң екінші қабатқа көтерілеміз. Мінекей қандай әдемі үй. Терезелерінің өзі үлкен. Дала осы кезде ауа райы өте тұман болып тұр екен. Осы терезе арқылы Алматыны алақандағыдай көреді екен айтулары бойынша. Есентай мол көрінеді деп енді айтып жатыр. Жақсыны бөліспекте дейді. Мінекей тюльдарының өзі пультпен ашылып жабылады екен. Және мынау барлығы электронный, терезелерінің өзі кнопканы басу арқылы ашылып жабылады екен. Мінекей лифтіге мініп, келесі қабатқа көтеріліп жатыр. Бірінші этаждан екінші этажға көтеріліп жатыр. Күшті, қандай керемет. Екінші этаж. Бұл жерде өздерінің жатын бөлмелері. 6 жатын бөлмесі бар екен. Өздерінің жатын бөлмесі, ұлының жатын бөлмесі, қызының бөлмесі. Барлығын қазір көретін боласыздар. Және Дарханның жаңағы жұмыс істейтін кабинет екен. Мына жер міне блогер Дарханның жұмыс істейтін өзінің кабинеті айтуынша. Бұл домда жаңа жоғарыда айтқанымдай 4 балкон бар екен. Мынау міне соның біреуі екен.
Балкондарын өзі өте үлкен, террасалары бар әдемі. Жуынатын бөлмелері, гардеробтары барлығы әр бөлменің өзіне жеке бар екен. Әр қабатта өзінің домофоны бар екен, есік ашатын. Өте керемет, қарастырылған, ойластырылған. Мына бөлме ұлының бөлмесі екен. Мінекей. Ал мына бөлме қызының бөлмесі екен. Қандай күшті, Оразада тілеген барлық дұғаларыңыз қабыл болсын, барлықтарыңыз баспаналы болуды тілеймін. Бүгінгі мендегі жаңалық осындай екен. Ал сау саламатта болыңыздар. Міндетті түрде қазақ тілінде YouTube каналымды қолдап, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.